Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасының аумағында жеке тұлға мүлікті сатқан кезде құн өсімнен түскен кіріс келесі жағдайларда пайда болады. Бірінші, меншік құқығы тіркелген күннен бастап 1 жыл өтпеген жағдайда тұрғын үй, саяжай, авто құрақ орындары немесе жер учаскелерін сату кезінде. Екінші, цифрлық активтер, бағалы қағаздар немесе инвестициялық алтын сату кезінде. Үшінші, Қазақстан Республикасының салық кодексінің 331 бабына сәйкес басқа да мүлікті сату кезінде. Кіріс мүлікті сату бағасы мен сатып алу бағасының айырмашылығы ретінде есептеледі. Егер мүлік мұрагерлік жолмен немесе сыйлық ретінде алынған болса, кіріс сату бағасы мен меншік құқығын алған күндегі нарықтық құнның айырмашылығы ретінде анықталады. Мүлікті сату немесе үлестік құрылысқа қатысу кезінде де кіріс сату бағасы мен сатып алу немесе құрылысқа кеткен шығындардың айырмашылығы ретінде есептеледі. Назарларыңызға рахмет. Сіздердің МКД.